Достар, YouTube хост мінекей өткеннен көрсеткеннен 2 этаж еді ғой, енді 3 этажын салып тастадым өткенде. Сол видео түсірген монтаждамай салып тастадым. Мінекей YouTube хостында 4 балкон бар. Міне осындай 4 балкон. 3 этажды сырты осындай нелерден тегістен кейін бар. Гараж, тағы да басқа заттарды салып тастайтын боламын. Бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Дарын Кезет. Видеомызға қош келдіңдер. Бүгін деген біздерге мінекей YouTube хостқа мен обзор жасайын деп жатырмын. Видео ұнаса арна түрге лайк басып кетіңдер. Біз видеомызды одан сайын жалғастырамыз. Мінекей сыртын бір ұшып көрсетейін сендерге. Бірақ негізі толық біткен жоқ ремонт. Ремонт деген толық салынып біткен жоқ. Сырты мінекей мынадай. Мына терезе көп болып кетті ғой. Кейін бәрі ретке келтіреміз ғой. Міне осындай ғой. Терезелер неге жоқ десеңіздер, мына жерлерде толық біткен жоқ. Ішіне мебельдерді дұрыс қойған жоқ. Мінекей сыртын толық көрсетіп болуын ойлаймын. Енді ішке кірейін. Міне іші мынадай. Кіресің. Мына жерінде асхана бар. Мінекей мына жерінде асхана бар. Бочка ғана еді. Міне осындай. Және де мұнда телевизор көресің. Телевизор сосын мына жерде мінекей туалет, унитаз, қол жуасың, шомыласың, душ. Душевой десек болады мына жерде. Есік жауып кетейін. Дауыс қатты болып кетті. Мінекей достар осындай. Алына мінекей мынау асхана емес, қонақтар күтетін жер, мынау склад. Тамақтар, заттар саптай саласың. Бұрынғы заттар, қонақ күтетін зал. Мына холлды көрсетіп қойын, мен 2 метрге шығатын жер. Мен шортспен обзор жасаған, бірақ қолда 2 этаж еді, және де дұрыс салынбаған еді. Мінекей 4 комната. Бірінші комната. Дұрыс шалмайды. Екінші комната. Мінекей. Үшінші комната. Дейвилдің комнатасы ол. Дейвилдің. Балкон бар ана жерде. Енді 4-ші комната. Міне. Мұнда 4-ші комната. Бұл жерді өзгертейін ба, өзгертпейін ба? 2. Мінекей. Ол жерді өзгертуімнің себебі 3-ші этажда дәл сондай менің комнатам бар. 3-ші этаждан басым негізі. 3-ші этажда толық біткен жоқ. Мына жер орта бос болып қалды, бір комната салайын десем болмайды. Болмай қалайында тұр. Сондықтан мына жерге кішкене мынандай қойып қой. Мына жақтарға бір заттар қоямын мына жерлерге де. Міне уақытша шай ішетін жер, дастархан, гүл сондайлар. Бос әлі. Бұл бөлме тағы. Ал мынау менің бөлмем. Бағанағы 2-ші этаждағы дәл осындай бөлме бар. Соны өзгертейін ба дегенім, сол себептен өзгертейін ба деп айтып жатқан достар. Сондықтан өзгертейін ба деп жатқаным ғой. YouTube түсіретін болса өзінің комнатам бірінші левелдерін қойып, солай әдемілеп қойдым. Осымен достар, мінекей YouTube хост көрсетіп болдым деп айта алмаймын енді толықтай енді. Балкон мінекей. Мына жерде бір балкон, 4 балкон деген айтқаным емес сендерге. Пәстегі мына жерді өзгертем ғой менше. Менікімен бірдей болған өзгертем ба, өзгертпейм ба? Қайда өзгертем ау деймін. Әлі сындырып. Мына жерге кішкентай не қойып, кішкентай унитаз сап беріп. Комнатасынан шықпай отырады. Асханасын сап берсең, кухнясын. Төбе ашып кетті ғой. Төбесі мінекей мынандай. Мына жерден қарасаң әу көрінеді. Бұны апарып бияқ қойсаң ауылдың жартысына күтеді ғой. Мінекей сондай ғой. YouTube хостымыз достар. Қымбат баратындай.
қай жердің несімен болды соны комментарияға жазып кетіңдер. Жазып кетіңдер. Bir минусы бар ма, плюсы бар ма? Мынаған торт қойға болады. Не торт қана қойғасын, басқалар қоя алмайсың ғой енді. Түсінеттерге ыдыс жуасың ба мен? Масудасын жуып, бұдан қанар қойып қоямыз енді. Бірінші этаж салынған негізі. Екінші этаж бәлкім салынбаған десек те болады, дұрыс. Үшінші этаждан өзінің комнатамды ғана қойған. Бүйтіп қарасаң, біткен секілді ұқсайды, бірақ бітпеген. Просто жарықтары көп болсын бітіп қалды деп көрсетіп тұрады да енді. Мынау менің бір досымның комнатасы. Гардеробкасы. Сондай ғой міне. Неге? Бір-біріңе бүйтіп правил жасап қорқыта бересің, аяз ата боласың да. Түсіп кетсең ұшасың да, бүйтесің да. Аяз ата боласың да, комнатадан шығамын да. Дебилға деп атып барасың, кран басады. YouTube болса осыны алып көрші. Мод басылған жоқ енді бұған. Достар, айып етпеңдер. Модсыз да көріп кетеміз видеомызды. Мен телефоным слабый. YouTube болсын, мінекей болсын мен. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоңызды лайк басып кетіңдер. Қош сау болыңдар. Келесі қандай видео түсірсем болады, комментарияға жазып кетіңдер.